Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Гаухар. Бүгін біз бір қамырдан екі түрлі сметанникті жасайтын боламыз. Біреуі классикалық сметанник, ал екіншісі шоколадты сметанник. Жасалу жолы, достар, оп-оңай. Егерде пирогыңыздың қамыры қатты болып жүрсе, онда міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараймыз. Описание бөлімінде барлық құрамдары жазулы тұр. Алдымен пирогтың қамырын жасап аламыз. Ол үшін майлылығы 72%-дан жоғары сары май керек, яғни сары май бөлме температурасында болуы керек. Одан кейін оған қантты жұмыртқаны қосып, осылай венчиктің көмегімен жақсылатып барлығын біркелкі етіп шайқап алатын боламыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін енді електен өткізілген ұн бір шай қасық қопсытқыштан салып, жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Бізде қолға жабыспайтын осындай жұмсақ қамыр пайда болады. Дайын болған қамырды енді пакетке салып, салмасын әзірлейтін боламыз. Салмасына бізге 20% қаймақ керек болады. Қыздар, қаймақтың егерде бетінде суы болса, міндетті түрде суын төгіп тастайтын боламыз. Одан кейін осы қаймаққа енді 3 жұмыртқаны саламыз, қажетінше қантты қосамыз. Одан кейін 1,5 ас қасық жүгері крахмалын саламыз. Көбісі жазып жатады, жүгері крахмалы болмаса не салуға болады деп. Жүгері крахмалы болмаса, оның орнына ұн қоссаңыздар болады. Енді барлығын біркелкі етіп араластырамыз. Сонымен қатар, достар, менің каналыма тіркелуді де ұмытпаймыз. Аптасына 3 рет каналымда жаңа рецепттер шығып отырады. Көбіне рецепттерді мен қолжетімді құрамынан жасауға тырысатын боламын. Мінеке, біздің манағы дайын болған қамырды енді диаметрі 23 см болатын формаға әдемілетіп осылай төсеп шығатын боламыз. Негізінде 24-26 сантиметрлік формаларға да жасай беруге болады. Біркелкі болу үшін осылай шанышқының көмегімен тесіктерді жасап шығаратын боламыз. Мінеке, қамырымыз дайын болды. Енді салмасын әзірлейміз. Салмасын теңде етіп екі бөлікке бөлетін боламыз. Бір бөлігіне шоколадты алдын ала водяной баняда, су моншасында немесе микроволновкада осылай ертіп аламыз. Еріген шоколадты енді қаймаққа қосатын боламыз. Кез келген шоколадты алуға болады. Менде бұл жерде Қазақстан плиточный шоколадын пайдаландым. Осылай әдемілетіп барлығын енді араластырып алдық. Фольгамен немесе коробканың көмегімен осылай теңде екі бөлікке бөліп, біздің салмамызды құятын боламыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 35-40 минутта пирогымызды әдемілетіп пісіріп аламыз. Мінеке, достар, біздің пирогымыз дайын болды. 35-40 минут ішінде пісті. Бірінші мен бөлме температурасында суытып алдым. Одан кейін тоңазытқышқа 1 сағат қалып қойдым. Қамыры жұмсақ болады, ал салмасының дәмі керемет дәмді болып шығады. Рецепт ұнап жатса лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Сонымен қатар, егерде жасап көрсеңіз, комментарияға өз ойыңызды жазуға да болады. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.